Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ағылшын тілі нөлден бастап 17-ші сабағы. Бүгін тақырып possessive pronouns. Алдың тақырыпта бізде possessive adjectives болған. Бүгін осы екі тақырыпты салыстырып, қолданылатын жағдайларды көрсететін боламын, түсіндіретін боламын. Сонымен бізде үш түрлі баған берілген. Бір алғашқы бағанда жіктеу есімдіктері, өзіміз білетін I, he, she, they. Тәуелдік есімдіктері, алдыңғы тақырыпта өткен менің, сенің, сіздің, олардың, оның, my, his, her, it's, your, our, their. Енді тәуелдік есімдіктер бүгін тақырып немесе өздік есімдіктері. Mine, менікі, his, оныкі, hers, оныкі, it's, оныкі. Яғни his дегеніміз ер адамдарға, hers дегеніміз әйел адамдарға, it's дегеніміз жануарларға. Yours, сенікі, сіздікі, сендердікі, сіздердікі, сіздердікі, ours, біздікі, theirs, олардікі. Қазір мысалдар келтіреміз, сол кезде сіздерге түсінікті болады. Әдеттегідей бізде мысал ретінде бала берілген, оның бас киімі бар, кепкасы, сонымен this is his hat. Бұл оның бас киімі. This is his, this isn't mine, this isn't yours. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл менікі емес, бұл сіздікі де емес. Бұл осы баланыкі. This is his. Көріп тұрғаныңыздай, ешқандай зат есім келмейді. Мысалы, possessive adjectives'та мына жерде бізде зат есім келіп тұр, есімдіктен кейін, ал possessive pronouns'та ешқандай зат есім келмейді. Келесі. This is her dress. Бұл осы қыздың көйлегі. This is hers. Ол оныкі. Бұл оныкі. This isn't mine. Бұл менікі емес. This isn't yours. Бұл сіздікі де емес. This is hers. Бұл сол қыздікі. Кішкентай күшік берілген. Доппен ойнап жатыр. This is its ball. Яғни бұл осы күшіктің добы. Өзінің ойнайтын добы. This isn't mine. Бұл менікі емес. This isn't yours. Бұл сіздікі де емес. This is its ball. Яғни бұл осының добы. Бұл жерде үй берілген, жанұя отбасы берілген, осы отбасының үйі. This is their house. Бұл олардың үйі. This is theirs. Бұл оныкі, олардікі. This isn't mine. Бұл менікі емес. This isn't yours. Бұл сіздікі де емес. This is theirs. Олардікі. Бұл олардікі. Кітаптар берілген. Кітаптары мынау қыз бен баланың кітаптары. Those are their books. Бұл олардың кітаптары. Бұл жерде are көпше түрде болғандықтан осындай be деген осындай қолданамыз. Are those дегеніміз аналар. Алдыңғы тақырыпты еске түсіріп отырыңыздар. Books дегеніміз кітаптар. Жалғау, көптік жалғауды білдіреді. Those are theirs. Аналар олардікі. Those aren't mine. Аналар менікі емес. Those aren't yours. Аналар сіздікі емес. Those are theirs. Аналар, яғни мына кітаптар, олардікі. Қазақстанның картасы берілген. This is our country. Бұл біздің мемлекет, біздің ел. This is ours. Ол біздікі. Осы екі тақырыпты сіздерге түсіндіре кетейін. Possessive adjectives, possessive pronouns. Бұл кешегі тақырып, алдыңғы тақырып, тәуелдік сын есім. Негізі дәлме-дәл аударатын болсақ, adjective дегеніміз сын есім. Possessive дегеніміз тәуелдік. Негізінде ол тәуелдік есімдік. Менің, сенің, сіз, оның, біздің, олардың, сендердің, my, his, her, it's, our, their, your. This is my book. Бұл менің кітабым. Ал бұл жерде possessive pronouns бүгінгі тақырып. Бұл жерде немесе тәуелдік есімдік, немесе өздік есімдік. Mine, his, hers, it's, ours, yours, theirs. Менікі, оныкі қыздарға, оныкі жануарларға, оныкі біздікі, сендердікі, сіздердікі, сенікі, сіздікі, theirs, олардікі,
This is mine. This book. This is my book. This is mine. Yeah. Possessive adjectives'ta бізде зат есім келеді, ал pronouns'та ешқандай зат есім жоқ. This is mine тек қана. Сонымен possessive adjective plus noun, яғни possessive adjective пен зат есім бірге жүреді тәуелдік есімдікпен. Ал тәуелдік есімдік егер де біз мына сөздерді қолданатын болсақ, онда біз ешқандай зат есім қоспаймыз. Yeah? Егер де my, his, her, its, our, their, your дегенді қолдансақ, онда міндетті түрде зат есім қолданамыз. Ал mine, his, hers, its, ours, yours, theirs біз ешқандай зат есім қолданбаймыз. Мына жерде қолданамыз, мына жерде қолданбаймыз. Ал достар, біз сабақтың соңына келіп жеттік. Каналға жазылыңыздар міндетті түрде. Мен жаңадан пайдалы, сізге көмегі тиетін видеолар салатын боламын. Біз сондықтан каналға жазылып, қоңырау белгісін басып беріңіз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар. Ал сонымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.